Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде сауат ашу сабағы. Бүгін біз я, ю, йо дыбыстары және әріптерімен танысамыз. Осы әріптерде кездесетін сөздерді оқимыз және жазу дәптеріне жазамыз. Алдымен мына суреттерге қарап, ол сөздерді буынға бөлейік. Бірінші қоян. Буынға қалай бөлінеді? Қоян. Жақсы. Қияр. Қияр. Мынау тақия. Тақия. Мынау аю. Аю. Ал енді мынау не нәрсе? Көргендерің бар ма? Бұл фуникулер. Аспалы жол екен. Кәні буынға бөлейік. Фуникулер. Енді мына суретке қараңдар. Бұнда монтер, яғни электр сымдарын жөндейтін адам екен. Кәне айтайық, монтер. Мына суретке қараңдаршы. Бұл шахтер. Шахтер деген сөзді буынға бөлейік. Шахтер. Шахтер қайда жұмыс істейді? Шахтер шахтада жұмыс істейді. Көмір қазады. Енді жаңағы өткен я, ю, йо дыбыстары, олар қосарлы дауысты дыбыстар деп аталады. Себебі олар екі дыбыстың орнына жүреді. Мысалы, я дыбысын айтқанда и мен а дыбысы естіледі. И мен аның орнына я әрпі жазылады. Келесі и мен у әрпінің орнына ю әрпі жазылады. Ал и мен о әріптерінің орнына ю әрпі жазылады. Келесі біз сөздерді оқиық. Аяқ, таяқ, аяз, саяз, қоян, шаян, қияр, пияз, тақия, зиян. Юға байланысты сөздер аю, ою, қою, қию, қою, түйу, есею, үлкею, азаю, көбею. Енді йо дыбысына байланысты сөздерді оқиық. Монтер, шахтер, актер, дирижер, фуникулер. Яғни жаңа айтып кеттік, фуникулер деген аспалы жол екен. Ал дирижер дегенді білеміз, оркестрді басқаратын адам. Енді я, ю, йо әріптерін жазу дәптеріне жазайық. Көп нүктенің орнына я, ю әріптерінің тиістісін қойып, көшіп жазайық. Мына жерде сөздер берілген, осы мына көп нүктенің орнына тиісті я немесе ю әріптерін қоясыңдар. Әдемілеп тұрып жазайық. Ал енді жаңағы жазғандарыңды тексеріп шығыңдар. Әріптерді дұрыс қойдыңдар ма екен? Қарап шығыңдар. Енді мәтінді оқиық. Мәтін енді бұл бір ерекше мәтін. Мына жерде кейбір сөздердің орнына сурет беріліп тұр. Осы суреттерді қосып мәтінді оқуымыз керек. Мынау кімнің суреті? Қалай ойлайсыңдар? Егер қиындық туып тұрса, біз ары қарай оқып көрейік. Құрметті мамандық. Ол шахтада жұмыс істейді, көмір өндіреді. Ендеше кім туралы сөз болып тұр? Я, шахтер. Тағы да бірге оқып шығайық. Шахтер, құрметті мамандық. Ол шахтада жұмыс істейді, көмір өндіреді. Яғни бұл мәтінде кім туралы айтып тұр екен? Дұрыс, шахтер туралы айтып тұр екен. Ал келесі мәтінді қараңдар. Мынау жаңа кім дедік? Бағынада жұмыс істейтін
Я монтер. Ендеше мәтінді оқиық. Монтер жұмысы қиын. Балалар, сөйлеуіңіз байланысып тұр ма? Жоқ, монтер деген сөзге біз жалғауымыз керек екен. Әйтпесе, сөйлеуіміз бір-бірімен байланыспайды. Ендеше, кәне дұрыстап оқып көрейік. Монтердің жұмысы қиын, дұрыс. Күннің боранды, жаңбырлы болғанына қарамай жұмыс істейді. Биік бағаналарға үрмелеп шығуға тура келеді. Сондықтан ол епті, мықты болу керек. Я, балалар, бұл мәтін кім туралы болды екен? Я, монтер туралы екен. Монтер қандай болу керек екен? Я, епті болу керек екен, мықты болу керек. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.